Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін үй жағдайында кеспе кесетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Езілмейтін, жыртылмайтын кеспенің рецептімен бөлісетін боламын. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллахте бірінші ыдысымызға суымызды, үстінен бір жұмыртқамызды, мен мына жерде қолмен салып жатырмын. Сіздер чайный ложкамен бір чайный ложка тұз салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, ерігенше араластырып алып, електен өткізген ұнымызды қосып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қаттылау болу керек, біздің қамырымыз жұмсақ болса езіліп кететін болады. Мінекей барлығын араластырып отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Жан-жағын тазалап отырып, қамырымызды қатты қамыр илеп алатын боламыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр илейтін боламыз. Осылайына барлығын илеп, иленген қамырымызды бір 10-15 минутқа тындыруға жіберетін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз өте әдемі. Енді осы қамырды бетін жауып тындырамыз. 5-10 минуттан кейін біздің тынған қамырымызды алып, ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылайынан бірінші үстінен басып отырып, ұн себе отырып жайыңыздар, қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Осылайынан әдемілеп қамырымызды жайып алатын боламыз. Ұн себіп отырып жайсаңыздар, өте жақсы жайылады, әрі қамырымыз жабыспай әдемі болып шығатын болады бізде. Мінекей біздің қамырымыз жайылып жатыр. Өте әдемі болып жайылып жатыр қамырымыз. Мінекей қамырымыз уже дайын болып қалды. Енді осы қамырды 1-2 рет айналдырып жібереміз да, қалыпта жұқада болып кетпеу керек. Мінекей осындай болып әдемі болып қамырымыз жайылу керек. Қамырымыз дайын. Үстінен ұн себеміз. Қатты көп сеппеңіздер. Осылайынан ұн сеуіп, жақсылап барлық жеріне тигізіп алып, орайтын боламыз. Мен осылай кесемін кеспені. Әркім өз қалауларымен, өзінің ойымен кессе де болады. Осылайынан екі бүктеп, қағылып кесетін боламыз енді кеспемізді. Мінекей осылайына кеспелерімізді барлық жерін біркелкі қылып, майда жіңішке қылып, осылай кесіп алатын боламыз. Мінекей және кесіп көрсетейін. Осылайына кесіп алатын боламыз. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты біздің кеспелеріміз. Езілмейді. Кептіріп қойып, пакетке салып, кейінде қолдансаңыздар болады. Сіздермен болған Бибайша, сау болыңыздар.